Сәлем барлықтарыңызға. Бұл видеода 2023-24 жылда оқу жылында өткен ауыл олимпиадасы бірінші кезең математика пәнінен 11 сынып 17 есепті шығарамыз. Есептің шартына қарап тіктөртбұрыш түзулермен 25 тіктөртбұрышқа бөлінген. Олардың кейбіреулерінің аудандары суретте көрсетілген. Сұрақ белгісімен белгіленген тіктөртбұрыштың ауданын есептеңіз дейді. Мына жерге қарайық. Мысалға, мына екі төртбұрыштың ұзындығы тең бір-біріне. Ені әртүрлі екен. Енді мынаның ені 2 есе үлкен екен көрініп тұр. Аудан 2 есе үлкен. Ұзындығы бірдей, ені 2 есе үлкен болғандықтан, мына тіктөртбұрыштың енінен ауданда 2 есе үлкен болып тұр. Сонда мынаны x деп белгілейін, мынау сонда мынаның ені 2x болады. Енді мына жерге қарайық. Мына жерге. Мынаның ауданы 14 болып тұр. Мына тіктөртбұрыштың ауданы 28 болып тұр. Екеуінің ұзындығы бірдей. Не үшін аудан 2 есе көп? Өйткені оның ені 2 есе көп болады екен. Мына жерде ені, мына тіктөртбұрыштың, мына барлық тіктөртбұрыштардың ені 2x болады екен. Енді мына жерге қарайық. Екеуінің қатынасы қандай? Мынаның ауданы 32, мынаның ауданы 40. Ненің есебінен? Өйткені мынаның ені, мына тіктөртбұрыштың енінен үлкен екен. Неше есе үлкен? Соны анықтауымыз керек. Оны анықтау үшін 40-ты 32-ге бөліп жіберем. 5 бөлінген 4 болды, сонша үлкен екен. Мынау 2x болатын болса, мына жер оны көбейтуім керек. Енді 2x көбейтілу керек 5-ке, бөліну керек 4-ке. Сонда 5x бөлінген 2 болды. 2,5x деп жазам ба? Солай жаза берейін. 5x бөлінген 2 болсын. Енді мына екеуіне қарайық. Мына екеуіне. Ұзындықтары бірдей. Ауданы үлкен. Ненің есебінен үлкен? Мынаның ені, мынаның енінен көп ұзын болғандықтан үлкен. Неше есе үлкен оның ені, соны анықтайық қатынасын. 7-ге қысқартып жіберсек 5 бөлінген 3 болады екен. Енді 5x бөлінген 2. Мынаның ені кіші болып тұр. Осыған бөлуім керек енді. Бөлу керек. 5x бөлінген 2 көбейту. Бөлім керек. Көбейту деп жаза салсам болатын еді. Керісінше жазып. Сонда 3 жоғарыға жазылады. 5 төменге жазып жіберем. 5-тер қысқарып кетсе, мына жер ені не болады екен? 3x бөлінген 2 болады екен. Ал мына жер 5x бөлінген 2. Енді не істейміз? Мына ендерінің қатынастарын біліп алдық, ұзындықтарын керек екен. Ұзындықтары қалай болады? Мына екеуінің ауданын мына жерден бастайық, ендерінің қатынасын анықтап алдық. Енді ұзындықтарының қатынасын анықтаймыз. Мына екеуін салыстырып көрейік. Мынаны y деп алайын, қандай да бір y деген сан болсын. Мынау аудан үлкен болып тұр. Не үшін үлкен болып тұр? Олардың ендер бірдей, ұзындығы үлкен болғандықтан үлкен болып тұр. Қанша үлкен? 14y бөлінген 10. Сонда 7y бөлінген 5 болады екен. Енді мына жерге келіп салыстырайық. Мына ендері бірдей. Аудан мынада үлкен. Ненің есебінен үлкен? Ұзындығы ұзын болғандықтан. Қанша ұзын? Соның қатынасын табуымыз керек. 32, 28 8-ге бөліп жіберсек, 4-ге бөліп жіберсек, сонда 8 бөлінген 7 болды, 8 бөлінген 7 болды. Оны көбейтуім керек енді мынаған. 7y бөлінген 5 көбейту керек 8 бөлінген 7-ге. Сонда 7-лер қысқарып кетсе, мына жерде 8y бөлінген 5 болады екен. 8y бөлінген 5. Енді мына жерге келіп
аудан кішірейді, иә. Ненің есебінен кішірейді? Мынаның ұзындығы мынадан қысқа болғандықтан кішірейді. Екеуінің қатынасын тауып көбейте салайық. Екеуінің қатынасын бір кішісін үлкеніне бөле салайын, сонда соған көбейте салам. 5-ке қысқартып жіберсек 7 бөлінген 8 болды, иә. Мынау 8y бөлінген 5 еді, оны 7 бөлінген 8-ге көбейтіп жіберсек, 8-дер қысқарып кетсе, мына жерде 7y бөлінген 5 болады екен, иә. Енді мына жерге келіп, тағы да қысқарып кетті аудан. Ені бірдей, ненің есебінен қысқарды? Ұзындығы қысқа болғандықтан. Қанша қысқа, соны анықтайық. 3-ке қысқартып жіберсем, 3 бөлінген 7 болады екен. Енді оны мынаған көбейтем. 7y бөлінген 5 болды, иә. Оны көбейту керек. 3 бөлінген 7-ге. 7-лер қысқарып кетті сонымен. 3y бөлінген 5 болды мына жерде. Енді екеуінің көбейтіндісін табайық. Мына екеуінің көбейтіндісін табайық. Мынаны 2x көбейту y тең болды қаншаға? 20-ға, иә. Сонда x көбейту y тең болады екен 10-ға. Ал мына жердің ауданы қалай табылады? 2x көбейту 3y бөлінген 5-ке. 2x көбейту 3y бөлінген 5 болды, иә. Сонда 6 бөлінген 5 xy болды. xy-дің орнына 10-ды қойып жіберем. 6 бөлінген 5 көбейту 10. 60-ты 5-ке бөлеміз. 12 болады екеннің жауабы. Сонымен мына есеп шықты. 12 деген жауап дұрыс болады екен. Мына есеп шықты, сау болыңыздар.